Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз ауданның өлшем бірліктері. Оқушылар, сіздер осы сабақтан аудандарды салыстырып, шамаларын мән амалдар арқылы орындауды үйренетін боласыздар. Енді біздер мына жерде берілген тапсырманы теңестіріп көрейік. Қазір сіздерге осыған ұқсас есепті үйге тапсырма ретінде беретін боламын. Біздер білеміз, 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар екен. Енді 2 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екен білу үшін 100 сантиметр квадратты 2-ге көбейтеміз. 200 сантиметр квадратқа тең. 2 метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар? 1 метр квадратта 10 сантиметр квадрат бар екен білеміз. Оны 2-ге көбейтеміз. Яғни 20 сантиметр квадратқа тең 2 метр квадратымыз. 2 сантиметр квадратта қанша миллиметр квадрат бар? Біздер білеміз, ұзындық өлшем бірлігі бойынша 1 сантиметрде 10 миллиметр бар екен. Яғни оны квадратын табу үшін 10 миллиметрді 10 миллиметрге көбейтеміз. Сонда 1 сантиметр квадратымыз 100 миллиметр квадратқа тең. Енді 2 сантиметр квадратта 100 миллиметр квадратты 2-ге көбейтеміз. 200 миллиметр квадратқа тең. Енді 2 дециметр квадратты жаңа айтып кеттік. 100 сантиметр квадратты 2-ге көбейтеміз. Сонда 200 сантиметр квадрат шығады. Енді 1 дециметр квадратта қанша миллиметр бар екенін білу үшін біздер білеміз, ұзындық өлшем бірлігі бойынша бірінші айналдырып алатын боламыз. 1 дециметрде 100 миллиметр бар екен білеміз. 100 миллиметрді 100 миллиметрге көбейтсек, бірінші жүзімізді жазып қоямыз да, екінші жүздің 2 нөлін тіркей қоямыз. Миллиметр мен миллиметр көбейтілгенде миллиметр квадрат болады. Ары қарай келесі тапсырмаға қарайық. Енді оқушылар мына жерде кесіндінің ұзындықтары берілген. АБ кесіндісінің ұзындығы 6 см, СД кесіндісінің ұзындығы 18 см. Біреуі екіншісінен неше есе ұзын? Есепті біздер мұқият оқимыз. Есе дейтін болса, неше есе ұзын десе, біз оны бөлеміз. Ал тек нешеге ұзын дейтін болса, оны азайтамыз. Мына жерде есе деп беріліп тұр. Есе болғандықтан біз үлкен кесіндіден кіші кесіндіні бөлетін боламыз. 18 сантиметрді 6 сантиметрге бөлсек 3. Яғни СД кесіндісі АБ кесіндісінен 3 есеге ұзын. Енді мына жерде жұмысшылардың еденге төсеу үшін қанша қоңыр тақтатас қажет болды дейді. Оны санау үшін біздер қатар мен бағанды санап алып көбейтетін боламыз. Бірінші мына тіктөртбұрышты санап алайық. 1 қатар, 2, 3, 4 қатар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. 9 бағанды орналасқан. Яғни баған мен қатарын көбейтетін боламыз. 9-ды 4-ге көбейтеміз, 36. Және де мына жердегі 4 шаршы белгі. Яғни 4 тақтатас тұр. 36-ға 4 тақтатасты қосамыз. Қоңыр 40 тақтатас қажет болады екен. Келесі. Енді мына едендегі суретке мұқият қараңыздар дейді. Бір тақтатастың ауданы 1 дециметр квадратқа тең деп есептесеңіздер, мына төселген еденнің ауданы қанша болады дейді. Біздер мынау 1 дециметр квадрат, мынау да 1 дециметр квадрат, яғни бірінші біздер қатармен баған санап аламыз. 4 қатар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 баған. 8 бен 4-ті көбейтеміз. 32. Оған мына жердегі 6 тақтатасты қосамыз. 32-ге 6 қоссақ 38. 38-ді көбейтеміз 1 дециметр квадратқа. Сол кезде оның ауданы шығады 38 дециметр квадрат. Енді мына жерде гүлзардың периметрін табуымыз қажет. А гүлзары мен Ә гүлзарының қанша метрге артық екен табу керек. Яғни қанша метрге артық екен білуіміз керек. Мына екі гүлзардың. Бірінші олардың периметрлерін табуымыз керек. Ұзындығы периметрді білеміз біздер. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін оның ұзындығы мен енін қосып алып 2-ге көбейтеміз. Міне 5-ке 3-ті қосамыз да, оған 2-ні көбейтеміз. Оның периметрі 16 метрге тең. Енді Ә гүлзары ұзындығы да ені де 3 метр. Білеміз, біздер шашының периметрін табу үшін оның барлық қабырғалары тең болғандықтан, оның бір қабырғасының ұзындығын тек 4-ке көбейтетін боламыз. 3-ті 4-ке көбейтеміз. 12 метр. Енді мына бірінші гүлзардікі 16 метр, екіншісінікі 12 метр. Енді қаншаға артық екен табу үшін, тек қаншаға десе, онда біз азайтатын боламыз. Ал есе болса бөлеміз. Мына жерде қаншаға деп сұрап тұр. 16 метрден 12 метрді азайтамыз, 4 метрге артық екен. Келесі. Бұл 8-ші есебіміз 59 шеттегі бірінші гүлзардың аудан табайық.
және периметрінде 4 метр ұзындығы, ені 2 метр. Жазып аламыз. Ұзындықты А мен белгілейміз, енін В мен белгілейміз. Шартын құрамыз есептің және ауданы мен периметрін табамыз. Шешуі. Ауданын табу үшін біз ұзындықпен енді көбейтеміз. 4 метрді 2 метр көбейтсек 8 метр квадрат болады. Ал периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып алып 2-ге көбейтеміз. 4-ті 2-ге қосамыз. 6-ға 2-ні көбейтеміз, 12 метр. Гүлзардың ауданы 8 метр квадрат болса, периметрі 12 метрге тең. Сіздер осы есептің қасында екінші гүлзарының ауданы мен периметрін табуды үйге алатын боласыздар. Енді мына есепті салыстырайық. 3 метр квадрат көбейтілген 6-ның көбейтіндісі көп пе, әлде 25 метр квадрат азайтылған 7 метр квадрат көп пе? Біз осындай салыстыру есеп шығарып алу үшін бірінші оларды есептеп алатын боламыз. Бірінші көбейтіндіден оның мәні 18 метр квадратқа тең. Екіншісін азайтқанда ол да 18 метр квадратқа тең. Яғни екеуі тең. Ары қарай осылай орындайтын боламыз. 96 метр квадраттан 28 метр квадратты азайтамыз, 68-ге тең. 35 метр квадраттан 7-ні бөлеміз. Ол 5 метр квадратқа тең. Яғни 96 метр квадраттың азайтындысы 28 метр квадрат артық 35 метр квадратпен 7-нің бөліндісінен. Осылай ары қарай сіздер есепті салыстырып шығарыңыздар. Осылай салыстыруды осылай есептейтін боламыз. Енді үйге тапсырма сіздер осы тапсырманы аласыздар. Міне бұда теңестіретін боламыз. 4 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар? Және де мына 8-ші есеп 59-ші беттегі екінші гүлзардың ауданы мен периметрін табасыздар. Жақсы, сау болыңыздар.